Барлықтарыңызға сәлем. Бүгін сіздермен мен күшті бауырсақтың рецептімен бөлісетін боламын. Бұл оригинал рецепт. Күшті болып көтеріледі, ортасының бәрі піседі және өте дәмді. Барлық керек заттарды және қанша мөлшерде салу керектігін описанияға жазып кететін боламын. Ол үшін ең алдымен жылы суға жылы сүтті құятын боламыз. Сосын қантты салатын боламыз. 2 жұмыртқаны саламыз. Сары май, сметана немесе майонез салатын боламыз. Мен сметана салып, бәрін бір келкетіп араластырып, үстіне дрожь қостым. Осылай дрожьті қосып алған соң тағы да араластырамыз. Бәрі бір келкетіп араласу керек. Үнді салатын кезде барлығын бірге сала салмаймыз. 3 немесе 4-ке бөліп, асықпай ақырын елеп шығамыз. Сонда бауырсақтарымыз күшті болып көтеріледі, әрі өте дәмді болады. Және де бір айта кететін жайт, үнді илеуіштен өткізіп салған жөн. Басты фишкалардың бірі осы болып табылады. Мен барлығын ақырын, асықпай осылай елеп шыққан болатынмын. Барлығын елеп болғаннан кейін бетіне мен салафан жауып қойдым. Жылы жерге 1 сағаттай қамыр көтерілгенше қойып қоямын. Менде шамамен 1 сағаттай өтті. Содан кейін қамырымды ашып көрген кезде күшті болып осылай көтерілген болатын. Осылай қамырымыз әдемі болып көтерілгеннен кейін мен 2-3 рет қайтарып тағы да 10-15 минутқа қойып қойған болатынмын. Еуі қансын деп. Содан кейін бұл жерде қамырмен жұмыс істеу өте маңызды. Оны ақырын жаймен жасау керек, осылай мен видеода көрсетіп тұрғандай. Содан кейін осылай ұнымызды сеуіп аламыз да қамырымызды алып қамырмен жұмыс жасауды бастаймыз. Енді қамырымызды осылай ақырын ары-бері дөңгелетіп формасына келтіріп жайсақ болады. Мен видеода көрсетіп жатқандай жасасаңыздар, сіздерде барлығы жақсы шығады. Осылай істеп болғаннан кейін біз уже ақырындап жаюға кірісетін боламыз. Мен бұл жерде уже жайып алдым. Енді формасына осындай домалақ қып жасаған болатынмын. Сіздерде осындай болмаса, онда стакан немесе кесемен де домалатсаңыздар болады. Өстіп домалатып алғаннан кейін барлығын бір келке етіп қойып қоямыз да, үстін 15 минутқа тағы да жауып қоямыз. Жылы жерде тұру керек. Тағы да 15 минут тұрса, қамырымыз одан сайын күшті болып көтеріледі. Келесі кезекте қызған майға осылай бауырсақтарымызды салатын боламыз. Және де бұл жақта ең маңыздысы газдың астын қатты жандырмау керек. Жай отта, баяу отта піссе, сонда күшті болып пісетін болады. Осылай мен бауырсақтарым пісе бастады. Келесі бетін аударып пісіреміз. Менікі осылай әдемі болып көтеріледі. Тіпті жақыннан сіздерге осылай көрсетіп жатырмын көтерілгенін. Қараңыздаршы, қандай күшті болып жатыр. Ары қарай осылай пісіре беретін боламыз. Мына жақта мен бауырсақтарым қандай күшті болып піскенін көрсетіп жатырмын. Қонақтар келсе де мына бауырсақты ұялмай дастарханға қоятын бауырсақ. Прям 100% гарантия берем. Осы мен ұсынған рецептпен жасап көріңіздер, қыздар. Рецепт ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Да сайын әртүрлі қызықты рецепттер және де пайдалы ақпараттар, балаларға арналған дамытқыштар барлығын салатын боламын. Барлықтарыңызға рахмет, сау болыңыздар.